Тест болған күні таңертең кешке дейін отырамыз. Экзамен басталғаннан. Жоқ, мен жүрсін, мен осы қарным ауыстырып. Живой болса ғой деп едім ғой. Шындай болды ма екен? Біз болған жоқ. Нормально болды. Қай елде экономика нашар болса, сол елде инфобизнес жоғары. Жалпы өзім 11-ші сыныпта аяқтаған кезде мен ұлттық бірыңғай тестке дайындалу үшін курсқа қатысқан болатынмын. Әрине, әр курстың өзінің бағасына, берер дүниесіне сай, бағасы да қымбат болады. Мен ол курсты жалпы жақсы деп айта аламын, себебі нәтижесін көрдім. Енді осыған байланысты бүгінгі подкастымыз сөйлессек, қазіргі таңда қоғамда курстар өте көп қой. Осы сатылымдағы курстардың пайдасы және зияны жайында талқыласақ, ендеше бүгінгі подкастымыздың жүргізушісі мен Шырын Шалқарқызы, және бүгін бізде қонақта тележурналист, Халықаралық ақпараттық технологиялар университетінің оқытушысы Шынар Қалеждарова, сонымен қоса студенті Жанай Мөмекбай, және бізде блогер, кәсіпкер Жүрсін Айдарханұлы. Ендеше осы тақырыпты талқылап, қызықты әңгіме болады деген ойдамын. Ең бірінші осы сұрағымызды мынадан бастасақ, онлайн курстарды сатып алмас бұрын оның сапасын қалай анықтасақ болады? Қалай ойлайсыздар? Осы уақытқа дейін 2 жыл инфобизнесте неше түрлі курстар қарадым. Негізі инфобизнес Қазақстанға осыдан бір 7 жыл бұрын келді. Ресейден келді бірінші. Қазір тіпті Америкаға қарағанда Қазақстанда инфобизнес дамып кеткен. Неге? Себебі қай елде экономика нашар болса, сол елде инфобизнес жоғары дамиды. Өйткені инфобизнестің ең басты халықты үміттендіретін нәрсесі халыққа үмітсіз ол. То есть барлық курстарда мынанша ақша табасыздар, мынандай нәтижеге жетесіздер деп үміт сатады бірінші. Ол жердегі беретін сапа емес, бірінші кезекте беретін нәтижесі. То есть нәтижеге қызығып адамдар инфобизнестегі неше түрлі курстарды алады, оның бағасына қарамай. Тіпті қазір стереотиптер қалыптасып қалған, арзан курс сапасыз, қымбат курс нәтиже береді жоғары деген секілді. Адамға көбірек үміт сыйлайды, көбірек гарантия береді. Тіпті гарантия береді, ол 500 мың теңге гарантия береміз, осы 3 айдың ішінде табыс табастар деген секілді. Сол арқылы халыққа үміт сатады. Ал шындап келген кезде көп инфобизнестегі курстар 90% нәтиже бермейді, тек нәтиже беретін сол сатып алған 10% ғана студенттер, сатып алатын адамдар. Тура осы жерде жүрсін сөзіңіз аузыңызда. Мынандай оқиға болды да, бізде университетте менің студентім болды, журналистика мамандығында оқитын. Осы инфобизнес шығып атқан кезде ол бірнеше курсты алды. Мен білемін, енді ол кезде ол 300 мың, 500 мыңге сол кезде алып жүретін, осыдан бір 6 жыл бұрын, егер шатаспасам 5-6 жыл бұрын. Сосын мен ол баланы бақылауға алдым да, осы бала қандай бір нәтижеге жетеді екен деп. Ол сабаққа келгенде де жаңа жарнамалап отырады балаларға. Давайте осы курсты алыңдар, осындай, бүгін осы жерде кездесу болады, билеті осынша теңге тұрады, курс осынша теңге тұрады. Бірінші менің түсінгенімде олар адамдарды жинайды да, билет сатады. Жаңағы жарнама, мастер-класс жасайды, сондай. Сөйтіп, сол бала бірнеше курсты оқыды. Мен білемін, ата-анасы да біздің университетке келіп сұрап жүрді. Осы сіздер курс сатасыздар ма деп. Ол ойлайды екен, университет сатып жатыр екен депті. Ал бірақ ол бала өзі тауып жүр ғой. Сосын кейін баланың психологиясында ауытқулар болды. Мен өзім байқадым сабақта ше. Қазіргі қоғамда курс алатындар көбінесе жастар алады негізінде. Рассрочка одобрить етеді, оларға рассрочка алады көбі. Сол кезде көп мәселелер туындап жатады. Курсты алғаннан кейін оның қарызын жабу деген секілді қарызға алып жатады. Бұл жерде біздің көретін нәрсе ол курсты алу кезіндегі адамның сауаттылығы, медиа сауаттылығы. Қандай курс алу керек, қандай курс алмау керек, осы жерде мәселе жатыр да. Негізінде шын мықты курстар көп, бірақ оны адамдар өздері таңдай алмайды. Бағанағыдай қай жерде маркетинг құралдары мықты қолданады, соларға алданып қалады да адамдар. Негізінде сол курстардағы барлық беріп жатқан ақпарат, информацияның барлығы кітаптан алынған ғой. Просто қазір адамдар жалқау болып кеткен да, кітаптағы ақпаратты алып, өз практиковать етуге ерінеді, тек сол курстағы беретін тапсырманы орындап, сөйтіп тез нәтижеге жеткісі келеді. Осы жерде сауатсыздық байқалады.
балалар курс алады журналистикаға байланысты, ораторлық шеберлік дейді, сосын тележүргізуші шеберлігі. Ал енді олар ойлайды, курстан алам, мен күшті сөйлеп кетем, не болмаса мен күшті шешем болып кетем деп ше. Ол қателік. Егер сен оны ары қарай дамытпасаң, сол жерде тұрып қаласың. Дамытатын болса ғана ол курс керек деп ойлаймын. Иә, көп адамдардың санасында ойлайды, мен курсқа барсам болды, маған осы 100% нәтижені солар береді деп. Негізі олай емес қой, 50% олар, 50% өзімізден болу керек қабылдау үшін. Жалпы осы курсты таңдау барысында қандай қателіктер жиі жіберіледі деп ойлайсыздар, және оны болдырмас үшін біз не істеуіміз қажет? Менің ойымша, саналы түрде ойланып таңдау керек курсты. Курстар өзі адамды психологиялық жағынан әлсіз тұстарын тауып алып, көбіне өзіне арбап жатады. Мысалы, бір адамға ақша керек болса, курс оған, мен саған ақша табудың жолдарын үйретем, көптеген жолдарын көрсетем, ақша тауып кетесің деген сияқты. Ол адамға ақша керек болып тұр ғой. Демек, әлсіз тұстан ұстап қалады да, солай адамды өзіне баурап алады. Сондықтан да барлық курстарды жан-жақты зерттеп, саналы түрде ойланып, дұрыстап таңдау қажет деп ойлаймын. Осы уақытқа дейін қатысқан курстарыңыздан бір кемшіліктерді айтып өтсеңіздер, қандай кемшіліктер байқадыңыздар, немесе бір шектеулерді? Менің кемшілігім, мен байқаған кемшілік, мысалы, енді біз журналистика саласында көп жыл қызмет істедік та. Мысалы, мен де курс ашып алып, жақсы бір курстар өткізгім келеді да. Оған менің мысалы нем жібермейді, қалай айтсам болады. Мен өзім оқытушымын да, сабақ берем, дәріс берем. Енді мен курс ашып алсам, білмеймін, мүмкін керек те шығар, бірақ менің қалай ұятым жібермейді дейінші осы жерде. Енді эфирде бір жыл, бір жарым жыл эфирде отырған азаматтар, қыздар бар, я? Одан кейін бір журналистика саласында бір 4 жыл, я болмаса 2 жыл, я болмаса 5 жыл жұмыс істейді да, бір журналистиканы меңгеріп алғандай, сол медиа саласында курс ашып алады. Мен соған қарным ашиды да. Ол, мысалы, 2-3 жылда сен кәсіби тележүргізушінің несін көрсете алмайсың. Деңгейін үйрете алмайсың. Азасын үйретеді, жаңағы азбукасын үйретіп жіберуі мүмкін. Одан кейін, мысалы, 3-4 жылда кәсіби шеберлік қалыптастыра алмайсың журналистикада. Сол жағынан келгенде, жаңағы осы медиаға байланысты курстарды алып жатқандарға кішкене өкінем. Одан кейін медиаға байланысты, мысалы, үлкен бізде қымбат курстар бар да. Хабарласып жатады, Жанайым жақсы біледі бұл жағын. Жанайым айтып бере алшы. Иә, жалпы бағасын деген, мысалы, ұбт-ның шығармашылығына дайындайтын курстар қазіргі таңда өте көп. ұбт жақындаған сайын олар бағасын көтере береді, себебі сұраныс та көп. Хабарласып, сенің нөміріңді тауып алса, соған деген күнде 4-5 реттен хабарласып, саған деген ұсынып, сіздің деңгейіңіз қандай, жалпы қандай жерлерде жұмыс істеп көрдіңіз, тәжірибеңіз бар ма деген сияқты әлсіз тұсыңды табуға тырысады да, соны тауып алып, сол арқылы курсқа жазғызуға тырысады. Бірақ та оның бағасы сонша жоғары болғанымен кәдімгідей база нәрселерді үйретеді, андай керемет дейтіндей балаларға үйрететін нәрсесі көп емес. Мысалы, мен айтайын да, осы жаңағы түсірілімге байланысты курстарда көп қой, иә? Мысалы, сіздерде қазір сабақ барысында түсіріп жатсыздар да, бұлай қарасаңыздар, бүйтеді да, сендер балалар автоматты түрде бал алу үшін, баға алу үшін түсірулеріңіз мүмкін да, бірақ осының бәрі дағды ғой, тәжірибе жинақталу да. Мысалы, сіз сөйлеуді үйреніп отырсыз, сіздер мысалы подкастта қалай сұхбат беруді көріп отырсыздар, камераны қоюды үйретіп отырсыздар, осының барлығын алады да, олар бір курста бір керемет қылып үйрететін сияқты көрінеді да, біздің балалар соған барады. Мен сонда айтам да, сабақта, практикалық сабақта істемеген нәрсені курсқа қанша ақша төлеп істеп жүр да. Бұл жерде деген маркетинг қатты жұмыс жасайды. Мысалы, біз деген дүкенге барғанда өзіміз затты өзіміз таңдаймыз деп ойлаймыз, бірақ та оны біз бұған дейін маркетологтар барлығын істеп қойған. Мысалы, дүкенге барып қарапайым кока-коламен немесе қытайша жазу тұрған бір бөтелкені қараса, біз саналы түрде кока-колаға не істейміз. Себебі бұл біздің миымызға сіңіп қалған, теледидардан, әлеуметтік желіден барлығынан көріп, болды, біз осыны аламыз деген сияқты. Анаған тіпті қарамаймыз да. Сондықтан маркетологтардың да жұмысы өте көп. Жалпы мен ойлаймын, осыған дейін мен де курстарға қатысып көрдім ғой. Бір бөліп төлеуге алған, немесе сондай бір қарызға алған курстардың оның бір сапасы болмайды. Өйткені адам оған бейжай қарайды да. Ал егер үстінен бір бақылау болса, кәдімгідей бір
мысалы өзің еңбектеніп ақша тауып сол курсқа қатысқан, оның ғана бір нәтижесі шығатын сияқты. Осы жайында қалай ойлайсыздар? Осы бөліп төлеу деген ол мүлдем қарсысыздар ма осыған? Бағана сіз сұрақ қойдыңыз ғой, жанайымға жауап берді. Саналы түрде алу керек деген секілді. Осы жерде қосатын нәрсе ол екінші, адам өзінің ақшасына сол курсты алу керек. Егер сол адам бағана рассрочка бөліп төлеуге алатын болса, уже біз бұл жерде бірінші синдром байқауға болады. Ол шыдамсыздық танытып, уже нәтижеге талпынып жатыр да. Оған бірінші кезекте курсқа қатыспас бұрын өзі еңбектеніп, мүмкін бір айлыққа жұмыс жасап, хотя бы бір сол курсқа қажетті 200-300 мың теңге жинап, соған қатысса, уже ол оған үлкен сабақ болады да. Ол нәтиже берсе де, бермесе де үлкен опыт, тәжірибе болады. Қазір бізде онлайн курс пен офлайн курстар бар ғой. Жалпы осы қалай ойлайсыздар? Онлайн курстың офлайн курсқа қарағанда берері көп пе? Жалпы қай жағы бізге тиімдірек болады? 21 ғасырда әрине онлайн курстар басым болып тұр. Бірақ та біздің ересек поколениеміз көбіне ондайға сенбейді. Мысалы, ата-анамызға онлайн курсқа қатысып көрейік десең, олар бірден ол алдау, сондай деп ойлауы мүмкін. Бірақ та онлайн курсында қазіргі кезде пайдасы көп, әсіресе коронавирустан кейін бізде онлайн жағы өте қатты дамып кетті ғой. Бірақ та оның да кемшілік тұстары бар, әрине. Онлайн курста адам өз-өзін бақылай алмауы мүмкін. Онлайн курс ол көбіне андай өз-өзін ұстай алатын, талпынысы жоғары адамдарға арналған деп ойлаймын. Үстіңнен біреу бақылап отырмаса, адам жайылып кетіп, ол курсты тастап кетуі де мүмкін. Жоқ, курсты бергеннен кейін менің ойымша, мысалы біз сабақты үйреткен кезде, мысалы лекцияны оқимыз да, одан оның практикалық жағын талқылаймыз ғой, осылай істейік. Сондай бір не болса деп ойлаймын да, бақылау. Сен мысалы мынаны өткізуің керек, мынаны өткізуің керек, әйтпесе сен курсты бітіргендің жөнінде куәлік не болмаса сертификат алынбайды, Кураторлар болады. Кураторлар болу керек, ол білмеймін, ол бір курста куратор жақсы, бір курста куратор сондай. Сол мен де ойлаймын, жалпы адам өз-өзін қадағалай алмаса, үстінен қадағалайтын адам керек, сонда ғана нәтижелі болады. Ондай курстар менің ойымша аз ғой дейме, жүрсін? Аз саналы. Курстарға бас сатып алса болды ғой. Оқымаса өзінің ақшасы ғой, оқымаса оқымасын. Сондай оймен мүлде қадағалмайды. Жалпы бүгінгі подкастымыз қызықты инсайттарға толы болды деп ойлаймын. Уақыт бөліп келгендеріңізге көп рахмет. Сізге рахмет. Ендеше бүгінгі біздің подкастымыз аяқталды. Сіздермен бірге болған мен Шырын Шалқарқызы және біздің қонақтарымыз. Сау болыңыздар.